Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, сіздермен бірге Анар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін өте дәмді десерттердің бірі, бұл творожный пирогты дайындайтын боламыз. Бұл біздің үйдің балалардың жақсы көріп жейтін пирогтардың бірі. Дәл менің рецептім бойынша, осы видеоның төменде описанияда мен жазып өттім толық рецепті. Сол рецепт бойынша дайындасаңыздар, сіздерде осындай пирог дайын болады. Қараңыздар, қамыры барлығы толықтай піскен. Өте әдемі, жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Қамырына қажетті заттар: електен өткізілген ұн қопсытқышымыз, қант, бір жұмыртқа және бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымыз. Енді салмасына қажетті заттарды атап өтейін. Сүзбе керек, 9% майлығымен паста біразын осындай менде. Одан кейін қаймақ қажет болады, 20% майлығымен, ванильный сахар, 2 жұмыртқамызды және кез келген жидекті қоссаңыз болады, өз қалауыңызда, қоспасаңыз да болады. Менде шие дәні алынған жүгері крахмалы. Қантымызды қосамыз. Олай болса, қамырын дайындауға кірісейік. Ең бірінші бөлме температурасында тұрған сары майымызды, қантымызды және жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай шанышқының көмегімен. Одан кейін ұнымыз електен өткізілген болу керек міндетті түрде. Оған ұн қопсытқышымызды қосып, осылай қастың көмегімен жақсылап араластырып, жаңағы сұйық массамызға құйып, тағы да араластырамыз. Енді қолдың көмегіне жүгініп, қолымызбен жақсылап біріктіріп араластыратын боламыз. Артық ұн қоспаңыздар, рецептте көрсетілген мөлшерде ғана қосыңыздар. Сізде осындай эластичный біркелкі қамыр шығады. Оны 30 минутқа тоңазытқышқа тұндыруға жібереміз. Салмасын дайындауға кірісеміз. Негізінде блендердің көмегімен езген дұрыс болады. Менде блендер болмағандықтан миксерімнің көмегіне жүгіндім. Миксеріміздің адысына жаңағы сүзбемізді, қантымызды, жұмыртқамызды, ванильный сахарды, жүгері крахмалын, қаймағымызды барлығын салып, жақсылап миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Орташа темппен араластырсаңыз болады. Сізде ешқандай түйіршіксіз біркелкі однородный масса дейді, сондай масса шығу қажет болады. Осылай тез-тез араластырып аламыз. Одан кейін мінекей массамыз бізде дайын, начинкамыз дайын. Енді формамыз дайындаймыз. Осы кезде пешті қыстырып қойсаңыз болады. Пеш қызған болу керек міндетті түрде. Менде осындай аста алынатын разъемная форма. Мінекей тестімізді шығарып, осылай қолдың көмегімен біркелкі етіп жайып шықтым. Енді осының үстіне начинкамызды құямыз, салмамызды. Және қасықтың көмегімен біркелкі етіп жайып шығатын боламыз. Құрметті оқырмандарым, егер сізге видео ұнап жатырса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет. Пирогымызды енді әрлейтін боламыз. Осы кезде міндетті түрде пешімізді 180 градусқа қосып қойыңыздар. Мен осылай шиелерді жүгері крахмалына аунатып салып жатырмын әдемілеп. Яғни жүгері крахмалына салсаңыздар, сіздің шиелеріңіздің суы ағып кетпейтін болады, әдемі болып пісетін болады. Пирогымыз дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.